Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге Айерке. Бүгін бізде 29 тамыз интрадей алтын. Кешегі интрадейда айтылған болатын, что вот осы 92-93-тің зоналарынан лонгқа қарастырасыздар деп, и ол толығымен почти отработка берді. Бүгінгі интрадей бойынша қараңыздар, бізде мына жақтан ордер флоу келе жатқан еді ғой. Ол ордер флоу полностью осы апта жалпы лонг жүрді, иә, яғни лонг нарративта жүрді. Бұл лонг нарративтің жету керек целі осы болған болатын, яғни мына блок зонасына кіру болатын. Осы ликвидный цел зона болатын бізде. Осы зонаға кірді. Енді бүгін пятница көбінде разворотный день екенін ұмытпау қажет. И плюс бізде сағат 17:30-да инфляция бойынша маңызды жаңалықтар шығады. Яғни основной қозғалыс осы жаңалықтармен жүруі мүмкін. Бүгін лонг қарастыру чуть опасно, потому что біз цел зонамызға жеттік, былайша айтқан кезде таргетке жеттік. Енді қараңыздар, бізде 33-39 зонасы осы жер шортовый зона болып саналады, яғни осы жаққа келген кезде 4 сағаттық таймфрейммен шортқа қарастыруға болады. Одан кейін қазір 30 минуттық таймфреймге өтетін болсақ, 30 минуттық таймфреймде бізде бүгінгі күн более шортовый, Азияның нарративі тоже шортовый, но мына жерде основной контрактқа мән беретін болсаңыздар, екі түрлі контракт зонасы бар. Оның біреуі бізде мынау, осы контракт зонасы. Вот осы жерде үлкен контракттар кірген, яғни крупный часть, яғни баға келді. Қазір осы жерден лонгқа кетіп жатыр, плюс мына жерде бізде үлкен контракт зонасы бар. Вот осы жерде үлкен контракт зонасы бар. Яғни баға до новости осы екі контракттың арасында бакаикте жүру мүмкін. Обычно, когда осылайдан екі үлкен контракт жүреді, баға бакаикте екі контракттың арасында жүріп қалады. И только шешім қабылдауға болады, осы екі контракттан выше или ниже өткен жағдайда ғана шешім қабылдауға болады. Мысалға, мына қазір лонговый движение мынаған барады дағы откат алады, қайта төменге кетеді, мынаға келеді, мынадан өсіп екеуінің ортасында жүріп қалу вероятності өте жоғары. До новости біз осы бакаиктің ішінде жүруіміз мүмкін. И после новости уже какой-то позиция қарастыруға болады. Былайша айтқанда, қараңыздар, лонгқа қарастыруға болады, если только выше закреп беретін болса, мына 3416-тан выше өте алатын болса, сол кезде ғана лонгқа қарастыруға болады. 16-дан 33-39-ға дейін лонгқа қарастыруға болады, осы жерден выше закрепление өтіп кететін болса. Егер дағы мына зонадан астыңғы зонадан ниже закрепом өтетін болса, 0,7-ден өтетін болса, ол кезде бізде барады, мына жердегі 4 сағаттық имбаланстың зонасына дейін барады. Яғни коррекция беріп, былайша айтқан кезде на жерге дейін барады. Вот на открытый имбаланс тұр 1 сағаттық таймфреймде, плюс IDM, то есть ликвидности, былайша айтқанда 93, егер дағы ниже закреп беретін болса, 93-ке дейін барады. И мына жерде 4 сағаттық ашық имбаланс қалған, иә, соған дейін барады. Выше закреп беретін болса, осы зонадан, вот на екі бакаиктен, былайша айтқан кезде бакаиктер, екі жақты двухсторонний контракттар жүретін күндер не очень болып саналады ше. Бұндай күндерде мына скальпинг жасауға болады, жалпы мына зонаға келген кезде шортқа ашып, мына зонаға келген кезде лонгқа ашып, только скальпингта былайша айтқанда, мынандай по контексту, типа по смарт мани қатты қарай алмайсың, когда двухсторонний контракт жүрген күндер. Вот, мысалға астың контрактқа келді, и қазір үстіге келіп жатыр, үстіге барады, астыға деген сияқты біраз жүріп қалу вероятності бар. Енді бізде получается бірінші сценарий қараңыздар, 16-тан выше закреппен өтіп кеткен жағдайда, осы жерден пробитие болатын болса, біз қараймыз 33-ке дейін лонг. Егер дағы астыңғы зонадан закреп берген жағдайда біз қараймыз 93-ке дейін шортқа қарастырсақ болады. Вот. Но пока боковик сағат 17:30-да новости шығады, 15 минут до, 15 минут после графикті мүлдем ашпай қойыңыздар. Видео сіздерге